Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын рогалик печеньелерін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Ал ендеше бисмиллах деп қамырын илеп бастайық. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға кішкене тұз және қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң бөлме температурасында тұрған сармайды салып, қолымызбен мыжып, жақсылап крошкалар жасап аламыз. Мінекей, ұн мен майымызды жақсылап араластырып алдық. Енді оған бір жұмыртқаның сарысын және қаймағымызды қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз дәл осындай жұп-жұмсақ болу керек. Енді осы қамырымызды мешокқа салып, 15-20 минутқа холодильникке тындырып қоямыз. Енді ортасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Електен өткізілген ұнға қант, ванилин және өз қалауларыңыз бойынша корица қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң бөлме температурасында тұрған кішкене сармайды салып, крошка жасап аламыз. Мінекей, осымен біздің салмамыз дайын, дәл видеода көрсетілгендей болып шығуы қажет. Енді холодильникте тынып тұрған қамырымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Дәл осы дайын болған қамырымызды екі бөлікке теңдей бөліп аламыз. Міндетті түрде ұнның көмегімен жұмыс жасаймыз, өйткені қамырымыз жабысқақ болады. Қамырымыздың бірінші бөлігін жақсылап зуалақтап, мешокқа салып, холодильникке салып қоямыз. Енді бірінші бөлігімен жұмыс жасайтын боламыз. Ұнның көмегімен жақсылап видеода көрсетілгендей етіп жайып аламыз, жұп-жұқа етіп. Достар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Егер де менің салған видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, менің осындай салған видеоларымды бірінші болып көріп отыратын боласыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, жұқа етіп жайып алдық. Енді арнайы кескіштің көмегімен немесе пышақпен дәл видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Қамырларымыздың барлығын керекті мөлшерде бөліктерге бөліп алдық. Енді бағанағы дайындап қойған салмамызды ортасына салып шығамыз. Барлығын теңдей етіп бөліп салып шығамыз. Салмамызды салып алдық. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп жақсылап орап шығамыз. Мінекей, біздің рогаликтеріміз осымен дайын болды. Жақсылап орап алғаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей етіп, кішкене мен сияқты майыстырып жіберсеңіздер болады. Дәл осы күйінде пісіре берсеңіздер де өте әдемі болып шығады. Рогаликтеріміздің барлығын осы тәсілмен орап шығамыз. Рогаликтеріміздің барлығын орап алдық. Енді мен осындай арнайы силиконовый коврикта пісіретін боламын. Сіздер жай табаға пергаментный бумага төсеп пісірсеңіздер де болады. Силиконовый ковригімізға әдемелеп жайғастырып аламыз барлық рогаликтерді. Сонан соң 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз.
Мінекей біздің рогаликтеріміз көріп тұрғандарыңыздай сап-сары өте әдем болып пісіп шықты. Енді осы дайын болған рогаликтерімізді қант ұнтағына салып аламыз. Ыстық күйінде қант ұнтағына салып алатын болсаңыздар, қант ұнтағы печеньелерімізге жақсы жабысатын болады. Мінекей дәл осы тәсілмен барлық печеньелерімізді қант ұнтағына салып аламыз. Мінекей осымен біздің рогалик печеньелеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып шықты. Қамыры үгілмелі, ішіндегі салмасымен дәмі үйлескен өте әдем болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай қамыры өте жұп-жұмсақ, үгілмелі, өте әдем печенье болып шығады. Мен бұл жерде жылы күйінде сындырып жатырмын. Салқындағаннан кейін пыртылдақ, қысырлақ өте әдемі рогаликтер болып шығады. Күнделікті шай дастарханыңызға ұсынғанға өте керемет печеньелер және үйдегі бар заттармен өте оңай жасалатын рогаликтер. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.